Сәлеметсіздер ме? Бүгін жаппасай тағамын дайындаймыз. Бізге пияз, сәбіз, картоп, болгар бұрышы, томат, тартылған ет және қамыр керек. Қамыр ол су, тұз, ұнға айленген қарапайым қамыр. Осы ингредиенттерді қуырып аламыз. Алдымен пияз, томат, тартылған ет, сәбіз, картоп, болгар бұрышын салып, тұз бұрышын салып қуырып аламыз. Көкөністерімізді толығымен қуырмаймыз. Жартылай қуырамыз, себебі қазір қамыр салғаннан кейін ол тағы да жарты сағат тұрып піседі. Болгар бұрышын онан кейін мен қызыл бұрыш қостым кішкене. Араластырып, үстіне су құямыз. Осы су көлемі осы ингредиенттермен бірдей болу керек. Су құйған соң тұздың дәмін көріп, бетін жауып, жай отқа қойып қоямыз. Онан соң қамырымызды жұқалап жайып, оны дөңгелектеп кесіп шығамыз. Мен сорпа кесеммен кесіп шықтым. Онан соң әр қамырдың арасына сұйық май жағамыз, жұқалап міндетті түрде. Осы дөңгелектерімізді енді қайнап тұрған қазанымыздың бетіне жайып саламыз. Олар бір-бірінің үстіне қойсаңыз да жабыспайды. Онан соң осыны жай отта жарты сағатқа пісіріп аламыз. Жарты сағатта толығымен піседі. Қазанды жабық күйінде пісіріп аламыз. Жарты сағат, мінекей жарты сағаттан кейін біздің тағам дайын болды. Қамырларымыз арасы жабыспайды, оңай алынады. Осының барлығын тарелкаға салып, жанына подливкамыз салып, дастарханға ұсынамыз. Начинкамызды жаппамыздың үстіне салып, қолмен ораймыз. Бұл тағам қолмен жейтін тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Және тойымды тойып жүресіздер. Ас болсын.